السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Амин. Бесінші дәрісімізді бастаймыз. Сары тәжвид, Ғалымбек Тобашев. Әріптің жазылу түрлері тақырыбына келдік. Араб әріптері сөздің басында, ортасында және аяғында келуіне байланысты өзгеше жазылады. Енді ретімен осыларды қарап көрейік. Міне, әріптің өзі басында қалай жазылады, ортасында қалай жазылады, соңында қалай жазылады. Сол жайлы болады бүгінгі тақырып. Әлиф басында хамзамен жазылады Құранда, немесе уасил хамзамен жазылады. Мынандай хамзамен жазылады алиф, немесе мындай хамзамен жазылады уасил хамзасымен. Ал бұндай хамза астынан немесе үстінен келе береді. Не алифтің астынан келеді, не үстінен келеді. Сөздің басында осы екі түрлі хамзамен келеді. Енді Құрандардың әр түрі бар, сондықтан Мединский баспаны таңдаңыз. Мединский шерифпен өзіміздің Осман Тоха атамыздың жеңілдетіп, өз почеркісімен жеңілдеткен баспаны бір Құранмен, бір баспамен оқыңыз. Бұндай Құрандарды мысалы осы Құранмен оқысаңыз болады. Тәжвид Құранмен. Бұл Құран тәжвид Құран деп аталады. Осы бір Құранмен оқып бастауыңыз керек. Біраз көп уақыт бір Құранмен оқуыңыз керек. Сосын барып әртүрлі Құранды бірнеше жыл үйреніп алғасын, басқа да Құрандармен оқи берсеңіз болады. Әбден бір Құранмен бастап пысықтап алғаныңыз дұрыс. Әрбір Құранның шрифтері әртүрлі. Бисмиллах. Әрдун, бәсун. Бұл жерде әлиф хамзамен және сукунмен келіп тұр, сондықтан. Егер хамзамен сукун келсе, бәсун осылай оқылады. Иншалла біз оған келеміз алдағы дәрісте. Робә соңында, ортасында. Бәдә бә соңында, басында осылай жазылады, ортасында былай жазылады. Собәро ашәбә соңында осылай жазылады. Тәрәкә хатәә хатәмә бәхатә сәбәтә бәсәқа хабусә бәтәсә. Үшеуі бірдей жазылады, басында, ортасында, соңында. Тек нүктелері әртүрлі. Біреуінде бір нүкте, екі нүкте, үш нүкте. Жим хада бірдей жазылады. Тек нүктелері әртүрлі. Біреуінде хада нүкте жоқ. Жараха тәжара нәтәжә хәбәсә ضحكا نجح ختم سخر نسخ. Дәл зәл екеуі бірдей. Тек зәлдің, сақауша зәлдің үстінде нүктесі бар. Дәхала хәдәсә сомәдә зәһәбә кәзибә әхәсә. Рабәтә хәрәсә سافر
забадун лазима каназа ромен зада бірдей тек жазылуы тек зәнің нүктесі бар үстінде. өйстіп анықтап қарасаңыз барлығы түсінікті болады. әр әріп әртүрлі. сәмиа хосақа накаса шәрика ашара әу хаша. син мен шин де бірдей. Шиннің тек үш нүктесі бар. Сосын анықтап қарасаңыз бә ең бірінші жазылған кезде жалғанады. Сосын ортасында келгенде екі жағынан да жалғанады. Соңында да жалғанады. Яғни бә барлық жағынан жалғанады. Осылай. Тә да сол, сә да сол, жим да сол, ха да сол, ха да сол. Тек дәл өзінен кейін жалғанбайды. Міне байқадыңыз ба? Осы жалғанбайтын әріптерді жаттап аласыз тек. Өзі азғантай бір. Қазір көреміз неше әріп екен. Міне өзінен кейін жалғанбайды. Басында, яғни басында да жалғанбайды. Себебі басында бірінші келеді, өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Дәл жалғанбайды. Бұл жерде де сол өзінің алдыңғы әріпке жалғанады соңында. Осы сияқты 1, 2, 3, 4 әлиф тек басында жалғанбайды. 5 әріп бар. Ортасында да кейбір кезде жалғанбауы мүмкін. 5 әріп болды. Қалғандары жалғанады. Жалғанатындарды жаттап керек емес. Жалғанбайтындар аз болғандықтан жалғанбайтын әріптерді жаттап алсаңыз оңай болады. Сод, доды, то, айн, хойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау. Осыған дейін барлығы жалғанады. Басында да, ортасында да, соңында да. Вау жалғанбайды өзінен кейін. 1-2 жерде. Яғни ортасында келген кезде өзінен кейін жалғанбайды. Басында келген кезде өзінен кейін жалғанбайды әріпке. Өзінен алдыңғы әріппен жалғанады соңында. Хә, я жалғанады. Яғни 6 әріп бар. Осы 6 әріпті жаттап алу керек. Алты әріп бар екен, жаттап алсаңыз болды. Есіңізге түседі ғой. Алиф, зә, ро, сәл, дәл, 5. 6-шы вау. Сомәдә, нәсара, нәқаса, дараба, хәдара, мәрида, талаба, бәтира, бәсәта, ظاهرا نظم جهث علم جعل شبع خرد سخب همخ فهم نفر خسف قصف نقر طافق كذب نكس أوفك لعب قلبت بصل مطر سمع جحم نسل صنع لحن وجد قوم شهو هلك سهم وجه يتم
тойрун родия. Яғни мен әдейі осылай ежіктеп оқып жатырмын. Ятама деп оқығаннан кейін ятама деп оқып кетіңіз. Мәнерлеп тез оқуға тырысыңыз. Яғни әріп басында былай өздері алфавитте жекеше осылай жазылады. Басында, ортасында, соңында. Бұл бетті А4-ге бәрін осындай нәрселерді жинап жүрсеңіз болады. Осы сары тәжвидті бітіргеннен кейін Құран оқитын кезде шпаргалка ретінде бір үлкен A2 A4-ге осындай кейбір ақпараттарды, қиын жерлерін осылай сақтап алсаңыз болады. Қасыңызға қойып қоясыз. Құран оқитын кезде сол кезде қарап отырасыз. Көп ережені сөйтіп басында оңай болу үшін қайта-қайта тәжвидті ашып өтпеу үшін A4-ге, 1-2 A4-ге жазып көшіріп қойып, әдемілеп слайдтап сөйтіп істегеніңіз дұрыс. Және ерінбей жазғаныңыз да дұрыс. Мысалы, мындай планшеттерге немесе дәптерге осылай жазып, ерінбей жаттыққаныңыз да жақсы.